Уақытты созбай разборымызға көшейік. Менің сөйлегеніме нервісі қозып, ана бетін тыржитып отырған көрермен арасында бар ондайлар. Анамаса шығып кетші, ешкім сені қинап осында отырғызып қойған жоқ. Вот. Өзің просто кірпішпетсің, не қылығың жоқ, не мимикаң жоқ, да? Не энергияң жоқ, не харизмаң жоқ, не қылайсың маған? Кірпішпет болмай кішкене қылық қосу керек. Құршырайдан не пайда? Қылығың дым болмаса. Бүгін бізде Питбуль басты кейіпкеріміз, я? Бұл разбор негізі саған керек. Осындай еркекпен өмір сүрудесің. Тілін таппай жүрсің. Прямой и переносный смыслда, я? Иә. Немесе осындай жігіттерге қыздар тез ғашық болады. Көп қыздар ғашық, бірақ жүрегінің кілтін таппай жүр, да? Иә. Значит, не? Бой жеткенге де, келіншектерге де пайдалы разбор болайын деп тұр ғой. Вот. Негізі Питбульдің шынайы есімі Армандо Кристиан Перес Акоста екен. Енді Арманда болғанда, біз армандап отырмыз ғой, конечно, бірақ оның есімі Армандо Кристиан Перес Акоста. Атының өзі. Мен әрине жырлап отырмаймын 2 сағаттап. Қысқа және нұсқа сенің миыңа тез жететін. Анау психологтар сияқты, секс-коучтар сияқты гормондардың атымен мазгаңды тоңқайтып, психологиялық транскриптармен миыңды сігіп отырмаймын. Қарапайым жалпақ тілмен басыңнан жалп еткіземін. Сол үшін сен мені жақсы көресің, қалайсың, армандайсың сен. Сол үшін сен мені сыйлайсың, иә. Яғни біздің Питбуліміздің туған жылына тоқтап кетсеңші, яғни деппін ғой. 15 январда 1981 жылы дүниеге келіпті. Ой, сен ата деме, шал деме. 2002-ның қыздары, 2005-тер мен 6-лар. Жандарым, бұл атамыз не только сендердің кездеріңде, біздің кезімізде хит болған мама. Ананы көріп, аузымыз құрғаса да бұтымыз құрғамайтын ғой. Сөздің неге бұндай ер азаматтар өте қауіпті болады? Сенің жүрегің мен влагалищең үшін. Осы туралы айтып кетейін. Өйткені бұл ер азаматтардың тестостерондары өте жоғары болады. Көріп тұрсың. Какой умда. Тазымен де былай билеп ойбай, шатырды кетіріп жатырмыз. Қара. И харизма. Вот харизма, тестостерон екеуі қосылса комбо болып сиқырлы микс жасайды. Сиқырлы микс дегеніміз не? Яғни сен оны көрген кезде, я, көт болып келесің әрине, мен осындай деп, бірақ ол ер азаматтың алдына келген кезде нешінші минутта трусың шешілгенін байқамай қаласың. Сосын отырасың, алданып қалдым. Салға тіктіретін жер бар ма? Адресін білесіңдер ма? Деп ше. Противоположный гормонды көрген кезде, яғни тестостеронды. Противоположный полдан әрине біздің крышамыз кетеді. Но нахуй бізге эстрогені көп еркек. Еркек деген аты ғана. Саусақтары жіп-жіңішке. Мына жерін бәрі жылтырап тұр, қыз сияқты, мына жері үшкір. Жауырыны деген сенікінен не дейді, кішкентай. Біз қорқамыз. Сос деген белгі біздің басымызда сыңғылдап атады. Сыглың-тың, әйтпесе сен пезес боласың наның жанында, деп ше. Біз қорқамыз. Өйткені біздер нәзік жандылар. Жауырыны қақпақтай, еркекке тән іс-әрекеті бар, энергиясы толы, либидосы жоғарғы, сені қорғап алатын ер азаматтың жанында. Ағы да түсіндіріп айтайын. Біз ер азаматқа көзіміз түскен кезде еркектік энергиясына көңіл аударамыз. Тестостеронына. Және де мынау физический, дене бітіміне мән береміз. Өзін ұстағанына мән береміз, Өйткені тестостероны жоғары еркектің жанында біздердің жанымыз тыныш. Қорқыныш сезімі басылады. Яғни бізді қорғай алады деген сезім пайда болады.
екінші төсекте ол адаммен скучно болмайды, пиздец тоңқайтайын деп тұр ғой деп ше фантазия кетеді. Конечно, жаңағы инабатты ибалы болсаң да айналайын, білемін мен сендерді. Масқара енді ананы елестетіп кетеміз ғой біз. Түнде күндіз қалай, иә? Ал бізден